Мақсат Оманов, сіздер де көмектесіңіздер бұл тарапта. Мына участковый инспекторлар аудан қалаға көмектесін, ровд-ға, говд-ға бәріне қатаң тапсырыңыз. Кешегідей ана білдіру парктерді, ойларынан не келеді соны істеудің бәрін тоқтамға шақыру керек бәрін. Қатаң шаралар көріну керек. Өткендегі не болды? Тағзым алаңындағы жағдай. Өте дұрыс. Қамау керек, өте дұрыс. Өйткені мемлекеттің дүниесі, халықтың дүниесі, соның барлығын тас талқанын шығарып, оның үстіне соғыны шара өтейін деп жатыр. Ертең орада әкімшілікті кінәлайды қайтадан. Мынау 29 күн Семей полигоны жабылған күн ма, соған шара өтейін деп жатыр. Әкімшілік мынаның бәрін жинамаған, қиратқан, қайда қарап отыр. Ал соны кешке бәрін тазалап, дұрыстап қойған, түнгі таң ата 5-те қиратып кетіп отыр. Түгін қалдырмай. Мүлдем ұят жоқ адамдар, жанашымайтын, жауапкершілігі жоқ. Ондай фактілер көп, ауданда да, қалада да, сондықтан қатаң шара көрілу керек. Барлық өзіңіздің қызметкерлеріңізге тапсырыңыз. Кешірім орада болмау керек. Мүмкіндігінше еселенген айыппұл салынып, қатаң шаралар көріну керек.